Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қыс мезгілінде тамаққа қосып жейтін тәбет ашар аджика дайындайтын боламыз. Түсі де, дәмі де өте ерекше. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ол үшін бізге қажетті заттардың барлығын жуып, тазалап алдық. Енді осы заттарды ет тартқыштан өткізетін боламыз. Ең алдымен осындай қызанақты ет тартқыштан өткізіп алып, бірден дайындыққа кірісіп кетеміз. Қызанақты өткізіп алғаннан кейін бірден отқа қойып қайната беретін боламыз. Қызып тұрған ыдысымызға мінекей қызанағымызды салып қайнатамыз. Қызанағымыз, помидорымыз өстіп отқа қойып қоямыз да басқа келесі заттарымызды ет тартқыштан өткізе береміз. Енді болгар бұрышын ет тартқыштан өткізіп аламыз. Болгар бұрышынан бұрын осындай ащы бұрышымызды өткізіп жібереміз. Артынан болгар бұрышын, болгарский перецті тартамыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытып кетпеңіздер. Қолдауларыңызға үлкен рахмет. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге жасауларыңызды сұраймын. Мінекей болгар бұрышын өткізіп аламыз. Ащы бұрыштың артынан оға дейін қызанағымыз қайнай береді. Қызанақ қайнаған уақыттан бастап жарты сағатқа дейін осылай кішкене суы тартылғанша қайнатамыз. Мінекей қайнағаннан кейін біз 100 грамм шит май құятын боламыз. Мінекей уақытына дейін қайнады. Енді үстіне ащы бұрышымыз бен болгар бұрышымызды қосып, тағы да қайнатамыз. Енді чесногымызды 10-15 минут болгар бұрыш мен ащы бұрыш қайнағаннан кейін чесногымызды салып, тағы да кішкене 10-15 минутқа қайнатамыз. Мінекей енді укроп петрушкамызды саламыз. Салмай-ақ қойсаңыздар да болады аджикаға, бірақ салған басқаша ерекше дәм береді. Осы аралықта біз банкілерімізді стерилдеп аламыз. Мен майда-майда банкі болғандықтан осындай монтоваркаге стерилдеп алдым. Мінекей тұзымызды қосамыз дәміне қарай. Және 2 ас қасық құмшекер қостым.
осымен аджикамыз дайын болды. Міне дайын болғаннан кейін біз 2 штук аспиринімізді алып өстіп, негізі бүтіндей сала салсаңыздар да болады, бірақ көп жағдайда ермей қалған жағдайда біз осындай қасықпен езіп алып, дайын тұрған аджикамыздың бетіне сеуіп жіберіп, кішкене тағы да 2-3 минутқа қалдырамыз. Мінекей, енді дайын аджикамызды өстіп стерилденген банкілерімізге құямыз. Бізде кәдімгі воронканың аузы кішкентай, ал банкіге құятын воронканың аузы дәу болғандықтан мен осындай баклажкадан кесіп воронка жасадым, құюға ыңғайлы болу үшін майда банкілерге. Сіздерге лайфхак: майда банкіге осылай воронка жасап алсаңыздар болады. Неке барлық банкілерге құйып шығамыз. Егер сіздерге қатты ащы керек болатын болса, ащысын сәл көбірек қосасыздар. Мен 13 штук қолдандым. Ал егер ащысын азырақ қоссаңыздар, қатты ащы болмайды. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасап көріңіздер. Ас болсын.